Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан ақ шығатын, өте дәмді, сырты қытырлақ, іші сочный, яғни сулы болып шығатын керемет чебуректер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын илеуді бастаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм ұн және де 350-дің жартысы 175 мг ыстық қайнап тұрған су қажет болады. Оған жарты шай қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырып, ұнымыздың үстінен құямыз. Және де 20 грамм сұйық май қажет болады, шамамен 2-3 ас қасықтай болады. Енді барлығын бірінші шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз, қолымыз күйіп қалмас үшін. Одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Қамырды ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап илеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді осыны пакетке салып, шамамен 20 минут уақытқа демалдырып, яғни тындырып қойып қоямыз. Оған дейін біз чебуректердің салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде 220 грамм сиырдың тартылған еті. Осыған біз орташа көлемдегі 2 пиязды блендермен өткізіп қосатын боламыз. Негізі блендер болса, блендерден өткізгендеріңіз дұрыс, өйткені пияздың суы өте жақсы шығады. Ал егер блендер болмаған жағдайда пиязды өте ұсақ етіп, су шығатындай дәрежеде ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Мінекей осылайша пиязымызды блендерден өткізіп езіп алдық. Енді осы пиязды жаңағы тартылған еттің үстінен саламыз. Сондай-ақ біздің чебуректеріміз сулы, яғни сочный болып тұру үшін осы начинкамызға 30 мг су құямыз. Суды міндетті түрде құйыңыздар, сол кезде начинкамыз құрғақ болып қалмайды. Және де дәміне қарай жарты шай қасықтай тұз салдым, және кішкене қара бұрыштан да қосып жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз де байқап тұрғандарыңыздай, біздің начинкамыз кішкене сулы, каша сияқты болып шығады. Енді біз 20 минут уақыт тұрып, демалған қамырымызды алып, жұмыс жасауды бастаймыз. Бірінші осылай қолымызбен 1-2 басып, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін қазір кесуге ыңғайлы болу үшін сопақша формаға келтіріп аламыз, яғни колбаска жасап аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы көлемде қамырларды кесіп аламыз. Осылай таразының көмегімен өлшеп кессеңіздер де болады. Мен қамырларды 50 граммнан бөліп өлшеп алдым. Менде 9 бөлік қамыр шықты. Таразымен өлшеп отырмай-ақ көз мөлшерімен кесіп бөліп алсаңыздар да болады. Енді осы әрбір бөлік қамырымызды осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп аламыз, және де беттері кеуіп қалмас үшін міндетті түрде осылай мата сүлгімен жауып қоямыз. Және де шет-шетінен ала отырып қамырымызды жаюды бастаймыз. Кішкене ұн себелеп қамырымызды жайып аламыз. Құрметті көрермендер, осындай қазақ тілді каналдың кеңінен дамуына кішкене болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңізді жаза кетіңіз. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Осылайша біз қамырымызды дөңгелетіп, кішкене жұқалау етіп жайып алдық. Үстінен етті салмамызды саламыз. Қазір ортасы дұрыс пісу үшін міндетті түрде қасықпен жайып, кішкене жұқалау етіп төсеп шығамыз. Шет-шеттерін сулап жіберіп, чебурегімізді түйеміз. Шеттерін қолымызбен кішкене басып, жақсылап бекітіп аламыз. Одан кейін осындай арнайы роллер болатын болса, сонымен кессеңіздер болады, немесе бұндай құрылғы болмаса, жай ғана шеттерін шанышқының көмегімен басып қойсаңыздар да болады. Мінекей осылайша чебурегімізді әдемілеп түйіп дайындап алдық. Қамырын дәл осылай алдын ала жайып алсаңыздар болады, бірақ жабысып қалмайтынына көз жеткізіңіздер. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да бір рет түйілуін көрсетейін. Етті міндетті түрде жұқалап жайып салыңыздар. Сондай-ақ шет-шеттерін жақсы жабысу үшін сулап чебуректі жақсылап бекітіп алыңыздар. Ал енді осы уақыт аралығында біздің чебуректерді қуыратын майымыз міндетті түрде қысып дайын болып тұру керек. Мен орташадан сәл төмен отта жақсылап қыздырып алдым, және де чебуректерімізді салып, екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Майға салғаннан кейін міндетті түрде осылай тез-тез қасықтың көмегімен үстерінен май құйып тұрыңыздар. Сол кезде чебуректеріңіз жақсы көтерілетін болады. Ал енді бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетіне қарай аударып, келесі бетінде жақсылап
жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде орташадан төмен отта пісіріңіздер, сол кезде ортасы да жақсы пісетін болады. Ал егер жоғары отта тұратын болса, іші, яғни еті дұрыс піспей қалуы мүмкін. Чебуректеріміздің екі бетінде қызартып, жақсылап қуырып алдық. Осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Дәмі де сөз жоқ, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.